أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Allah Teala'ga maqtau Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah'ın iyiliği ve selam olsun. Және тірі жүрген әрбір мұсылманға Алланың берекеті болсын. Енді біздің уағызымыз тақырыбы өз-өзіне қол жұмсау, яғни қоғамдағы дерт, өз-өзіне қол жұмсау мәселесі. Алла Тағала бізге жанды аманат қылып берді. Жан аманат. Бұл өмірді өзгертетін нәрсе, ол екі нәрсе. Яғни бұрын өткен өмірді еске түсіріп қайғыру. Ал екіншісі болса, келер шаққа, яғни осы болатын өмірге уайымдау, бұл өмірді өзгертеді. Негізінде мұсылман адам Аллахқа әрбір ісін тапсыру керек. Алла Құранда وَمَا يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ деген. Кім Аллаға арқа сүйесе, тәуекел етсе, қолдаушы һәм медеткер ретінде бір Алла оған жеткілікті деген. Сол үшін өмір бізге қымбат, өмірімізді қадірлеуіміз керек. Ал енді өлімге келсек, атам қазақ өлімді алтыға бөлген екен де. Алла Құранда وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ деген. Барлық үмметке белгілі мерзім бар, яғни барлық үмметке өлім бар. Өлім сәті келген кезде, яғни оған бір сәтке шегіндірмейді және бір сәтке оны тездетпейді деген екен. Енді өлім алты түрлі. Яғни бірінші өлім болса, ақ өлім дейді. Асарын асап, жасарын жасап, сондай өмірде уақыты толып, Алланың ақ өліммен өлу дейді. Ал екінші өлім болса, ер өлім дейді. Ер өлім деген сөз, ел үшін, жер үшін, отан үшін, сондай-ақ өзінің бала-шағасы үшін, дүниесі үшін, мал дүниесі үшін жанын қиған адам дейді. Бұны ер өлім дейді екен. Ал үшіншісі болса, енді арам өлім. Бұл арам өлім болса, яғни өзіне өз қол жұмсау. Бұл өзіне өз қол жұмсау, өзіне өзі, яғни уышып өлу, асылып өлу, бұл иман суыны бұйырмай өлу деп айтады. Алла Құранда бұны харам екен жайлы Құранда аят келтірген. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا деген. Өздеріңді өлтірмеңдер, өз-өздеріңді өлтірмеңдер, Алла Тағала сендерге ерекше мейірімді деген. Сондай-ақ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ деген. Өз бастарыңды қауіп-қатерге тікпеңдер деген. Міне. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху имам Муслим Бұхаридің хадисте айтады, адам немен өлсе, яғни уышып өлген болса, асылып өлген болса, яғни темір құралмен өзін өзі өлтірген болса, таудан өзін өзі лақтырып өлтірген болса, сол тозақтың ішінде сол азапты көреді дейді, Алла сақтасын. Міне, қайта мысалы асылып өлген болса, қайтадан жан бітіреді, қайта асылып өледі, қайта жан бітіреді дейді, Алла сақтасын бұндай өлімнен. Ал төртінші өлім болса, ол ез өлім дейді. Яғни отанға, ел жұртына, бала шағасына қауіп қатер төніп тұрса да, өз басын күйттеп қашып өлген өлім дейді. Ал бесінші өлім болса, ол ит өлім деген екен. Ит өлім ешқандай себеп салдарсыз қаңғырып өлген өлімді ит өлім деген екен. Алтыншы өлім болса, ол сұраусыз өлім деген екен. Яғни шектен шыққан, ұры-қарылық, тәрбие сіңбеген, сондай-ақ елден қуылған кісінің қолынан өлген өлу, бұл яғни сұраусыз өлім деген екен. Сол үшін өмірімізді бағалай білейік. Алла Құранда وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ дейді. Басқа халде, яғни дінсіз болып, яғни өзіңді өзің өлтіріп, арам өліммен келме, яғни тек қана إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, мұсылман халда өмірден өт деп Алла бізге ескерткен екен. Сол үшін өмірімізді бағалайық. Бірақ келетін өмір, Алла Тағала осы өміріміздің берекетін берсін, ел жұртымызға тыныштық берсін.